Сәлем, достар. Жасанды интеллект бойынша сабаққа қалай қолданамыз? Қайырлы күн оқырмандар және әріптестер. Бүгін мен сіздерге жасанды интеллектпен картинаны қалай сөйлету керек және де соны дұрыс қолдану жолын көрсететін боламын. Алдымен телефонда хромға өтіп аламыз. Бар телефонда бар деп ойлаймын. Хромға өтеміз. Және мұнда поиске чартер AI деп жазамыз. Картер AI, осыған кіреміз. Осыған кіргеннен кейін бұл жасанды интеллектке тіркелу керек болады. Алдымен регистрация. Барлық әріптестерімізде Google аккаунт бар деп ойлаймын. Сол Google аккаунтпен басамыз. Тіркелу оңай болады. Мысалы, менде 2-3 аккаунт бар, оның біреуін таңдай саламыз. Осы біреуін таңдап, продолжить батырмасын басамыз. Әрі қарай күтеміз. Мұнда туған жылыңызды, айыңызды, күніңізді, туған жылыңызды жазасаңыз болады екен. Так, продолжить. Әрі қарай мұнда түрлі варианттарды көріп отырмыз. Мұна 3 сызықты басамыз және персонаж создать и голос создать дейді. Бізге аватар X деген батырманы басамыз. Согласить и продолжить. Мұнда сіз өзіңіздің суретіңізді жүктесеңіз болады. Мұна телефоннан немесе суретке түсіріп алсаңыздар да болады. Мен телефоннан өзім персонажымды таңдайтын боламын. Қазір менде өзім алдын ала дайындалған персонажым бар. Камерамен түсіріп алсаңыздар да болады. Ал өздеріңізді мультификацияда персонажды қалай жасау керек екен, алдағы уақытта сабақтарда көрсететін боламын. Қазір мен тауып алайын. Так, загрузить. Медиатека. Қайда кетті? Осы жерлерде еді. Жоқ. Мына жақта. Мұны өз аватарымды таңдаймын. Мұны өзіме ұқсатып жасағанмын. Осы мультфильм персонажында. Және мұнда сіз жазуымызды жазамыз. 450 символдан асып кетпеу керек. Сәлем, достар. Жасанды интеллект бойынша сабаққа қалай қолданамыз. Мұнда дауысты таңдаймыз. Қай дауыс бізге ұнайды? Welcome to my world of enchanting tales and whimsical adventures. Ваши голоса, өзіңіздің дауысыңызды бассаңыз да болады. Мұнда немесе басқа файлдан таңдасаңыз да болады. Қайсы дауыс сізге ұнап тұр? Ready for adventure? Always up for a journey. G'day, Taz here. Let's throw a Oh, hi. Let's embark on a journey of learning and discovery. Teacher, мұғалім дейді. Alert, never missing a beat. Alert, never missing a beat. Оның бәрі ағылшын акцентте, Russian акцент дейді. Greetings from the future. Әр бір күнге 5 қана видео создавать етуге мүмкіндік береді екен. Создавать. Happy, angry. Generate audio. Сәлем, достар. Жасанды интеллект бойынша сабаққа қалай қолданамыз? Создать. Дайын. Сәлем, достар. Жасанды интеллект бойынша сабаққа қалай қолданамыз? Осылай қолданатын боламыз. Бұл ең оңай жолы. Телефонмен де жасауға болады. Телефонмен жасап сіздерге көрсеттім. Енді бұл пайдалы ақпарат болғандықтан каналға тіркеліп, лайк басып,
өз пікірлеріңізді төменге жаза кетсеңіздер тіптен жақсы болатын еді.